Мен Тараз қаласынан Сүлейменов Ыбырайымның қарындасымын, Ыбырайым батырдың. Енді батыр болды ғой, мінекей. Өте қуаныштымыз. Біз көптен аңсап күткен арманымыз еді, бүгін арманымызға жетіп отырмыз. Мен мына Қасым-Жомарт Кемелұлының қолынан алғаныма өте мақтан тұтамын, мінекей. Көп алғысымды айтамын ол кісіге. Өлгенімізді тірілтіп, бізге бақыт сыйлаған үшін. Ыбырайым Сүлейменовті сол кезден білетін тұғын. Сол кезден ұсынылған, бірақ алмаған. Тілеуқали Әбдібековті ең мықты снайпер екенін білетін тұғын. Сосын біз іздеу жасадық, осы қанша осындай қазақ бар екен. Сөйтіп біз 100-ден астам, 130 шақты біздің отандасымыздың осындай тізімін шығардық та, кітап шығардық, ұмытылған қаһармандар деген. Совет одағының батырын 3 рет бергілер келген, бір емес 3 рет. Бірақ анкетасында дядя Кемелбай репрессирован деп көрсеткен екен. Ол Кемелбай менің атам. Сондықтан халық жауының туысы ретінде үнемі бермей келген. Олардың ұрпақтары үшін керек те, өйткені мына қаһармен берсе, ертең олар көшенің атында береді, мектептің атында береді. Ұлықтайды есімін, ерлігін ел біледі.